Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен алдын ала ешқандай маринадтауды, тұздауды қажет етпейтін, өте жылдам, дәмді болып шығатын духовкада тауық етін пісіретін боламыз. Менің каналыма подписка жасап, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізге тауық еті, картошка, пияз, сәбіз және дәміне қарай приправа, тұз, аджикамыз және кептірілген укроп пен лавр жапырақтары және аздаған майонез қажет болады. Бізге осындай қалып қажет болады. Пешіңіздің, духовкаңыздың кез келген осындай қалыптарын пайдалануға болады. Алдын ала кесіп дайындап қойған тауық етімізді ешқандай тұздаусыз осылай астына жайғастырып алатын боламыз. Картоплымызды да турап, дайындап, оны да салып шығамыз. Міне осылай тауық еттерінің үстіне осылай барлығын жайғастырып шығамыз. Пиязымызды, сәбізімізді турап, майдалап турап, барлығын бетіне жайғастырып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай тұз, приправа қосқан жоқпын. Тұзы сіңбей қалады деген ешқандай қорқыныш та болмасын, себебі мен дайындап көрдім. 100% сенімдемін, барлығы тұзы сіңімді, дәмі өте керемет, үйлесімді болып шығады. Енді майонезімізге приправамызды, тұзымызды, аджикамызды барлығын салып араластырып аламыз. Аджика менде үйде дайындалған аджика. Сіздер кез келген магазиннен аджиканың кез келген түрін алып пайдалансаңыздар болады. Аджика мен майонез бір-біріне үйлесіп керемет дәм беретін болады. Міндетті түрде аджиканы пайдалануды ұсынамын. Міне осылай дайын тұрған етіміздің үстіне осылай барлығын салып жағып шығатын боламыз. Чоткаңызбен немесе қолыңызбен осылай барлық жеріне тегізіп жағып шығамыз. Осының бетіне 2-3 қасық май мен көз шамасында өлшеп құя салдым. Сіздер 2-3 қасық май құйыңыздар. Және лавр жапырақтары мен кептірілген укроптарымызды бетіне сеуіп шығатын боламыз. Алдын ала қыздырып дайындап қойған пешімізде 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне, менде осылай дайын болды. Дәмі өте керемет, сочный болып шығады. Асығыс кезде дайындауға болатын, өте жылдам дайын болатын тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын. Менің каналыма міндетті түрде подписка жасап, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда түрлі ерекше тағамдармен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен Сандуғаш Әбдіқұлқызы.